бүгінгі тегінгі сабақ деп айтып жатырсың ғой. Тегінгі сабақта өзіңді қалай тану керек, не істеу керек, білмеймін. Бірінші қадамды қандай болу керек өзіңді тану үшін. Осы сабақта сен техника берем деп айттың. Біріншіден өзіңді тану, бір-екі айтып кетсең, ол қалай өзіңді тану деген. Енді мен әйелмін ғой, мен өзімді қалай танимын? Әйелмін, басқа неме танимын? Есімім Гүлназ, 4 балам бар. Мен әйелмін. Ол қалай өзіңді тану деген? Өзіңді тану ең алдымен өзіңнің сезімдеріңді тану арқылы, ішкі даусыңды есту арқылы, өзіңнің қалайтыныңды, не қалайтыныңды білу арқылы сезіледі. Ол үшін бір-екі техникамен бөліскім келіп отыр. Екі техникамен бөлісемін. Бірінші техника ол айна техникасы. Өзіңіз айнаға қарап, өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мен қазір не сезініп тұрмын? Мен қазір не қалаймын? Және де шын мәнінде сол сезімдеріңізді сезінуге тырысуыңыз керек. Қалауыңызды сезінуге тырысуыңыз керек. Негізі енді өз-өзің тану болғанда, бұл жерде сен глубинный деп айтамыз ғой, желание, глубинный ішіне кіру керексің, сен жүрегіңе, ішкі даусыңды есту деген сияқты болады ғой, истинное желание деген, біз күнделікте постоянно бөтпенен ұмытып кетеміз біздің ішкі дүниемізді. Шум деп жатамыз ғой, керек емес көптеген мәліметтер, ақпараттар кіріп жатады, өзіміздің ішкі жан дүниеміз көміліп қалады. Сезбей қаламыз өзімізді, сезінбейміз, не қалайтынымызды білмейміз. Көбінесе жаңағы айналамыздың, ортамыздың әсерімен өмір сүріп жатамыз. Өзімізді ұмытып кетіп жатамыз. Сондықтан өзімізге қайта оралу үшін жаңағы техникаларды қолдану арқылы біз танимыз, естиміз ішкі даусымызды. Біріншісі сол айнаға қарау, айтқандай, ол айнаға қарау техникасы, айнаға қарап отырып, өзіңе сұрақ қою, өзіңді сезінуге тырысу. Яғни, мен қазір не істеп тұрмын, не сезіп тұрмын, мен қазір, дәл қазір уақытта не қалаймын. Негізі қайда айнаға қараған кезде өзің былай айнаға қарайсың ғой, көзіне қарайсың. Көзіңге қарағанда тебе немножко даже странное ощущение начинает возникать. Бұл мен ба деген сияқты, өзіңді былай ұстап деген сияқты, денеңді ұстап, сезініп, про тело прочувствовать. Қызық негізі, мен сол техниканы тоже бір қолданған кезім болды. Сен өзіңді начинаешь как женщина чувствовать, былай айтқанда денеңді, груди начинаешь трогать, да? У меня такие формы деген сияқты, и прям чувствовать свое тело, сосын көзіңге қараған соң тоже, да, ощущение возникает, это я, оказывается. То есть өзің реально как будто танцып бастайсың. И начинаешь смотреть глубоко в глаза этой женщине. Сенің ішіңде не бар деген сияқты, да? Ішкі дүниеңде сен не бар? Өте қызық техника. Қандай сұрақтар қою керек сонда? Ішкі дүниеге кіру үшін, өзіңнің жүрегіне кіру үшін, глубоко, чтобы себя прочувствовать. Мен кіммін? Мен кіммін? Мысалы, мен кіммін? Мен не қалап тұрмын? Мен не сезініп тұрмын? Ойлану. Осы сұрақтарды қойып, шынайы ойлану. Шынайы, өз-өзіңе жауап беру. Шынайы, ол жерде ешқандай маска керек емес, ешкім жаныңда болмайды, өзіңмен өзің қаласың, өзіңнің ішіңді өзіңе ақтарасың, былайша айтқан кезде. Екінші техника ол жазу, журнал техникасы деп аталады. Осы сезімдеріңді қағазға түсіру. Жазасың. Осы сұрақтарды қоясың, жазасың. Мен кіммін? Мен не қалаймын? Мен дәл қазір не сезініп тұрмын? Осы сұрақтарды қағазға жазу арқылы біз миға да бекітеміз. Миға жақсы орнығады, сұрақтарға жауап іштен шыға бастайды.
қалауларың сезіле бастайсың. Шын мәнінде сен осы қалаған нәрсеңді сүріп жатырсың ба қазір? Сүріп жатқан жоқсың ба? Сонда қандай анықталады да? иә. Мен кіммін деген сұрақ сонда мен әйелмін, қандай жауап қандай болу керек сонда? Мен кіммін, әйелсің, бірақ қандай әйелсің да? Бақытты әйелсің ба? То есть мен кіммін дегенде мен бақытты әйелмін немесе бақытсыз әйелмін жазу керек. Иә, және де менің қазіргі сүріп жатқан өмірім маған ұнайды ма? Мен осыны таңдадым ба? Иә, мен осы өмірді таңдадым ба? Маған ұнамайтын қандай жерлері бар? Мен өзгерткім келеді деген сияқты сұрақтарды қойып, ойлану, размышлять деп жатамыз ғой. Қандай күшті бір сұрақ бар. Какой я хочу быть деп, мен қандай болғым келеді? Мен қандай әйел болғым келеді? Деген сұрақ тоже очень глубоко дает понимание, куда я хочу деген сияқты. Қандай, допустим, екеуміз және құмыра жасаған кезде, сен құмыра жасадың, мен тарелка жасадым, сонда мен құмыраны қандай жасағым деп жатыр. Сол сияқты, иә, қандай құмыра хочу, қандай құмыра қалап тұрмын. И бұл жерде да біз мен қандай әйел болғым келеді. Біз зачастую уходим же, қандай өмір, ой, я машину хочу, дом хочу, то хочу, но это же все внешнее. Ішкі өзіңнің халің қандай болғаны. Халің қандай болу керек. Сол сұрақ, какой я хочу быть, это, допустим, изобильная, благодарная, спокойная, чувственная. Мейірімді, махаббатқа толы, жеңіл. Да, мысалы, көбінесе жеңілдік жетпей жатады ғой. Осы сұрақтарды қойып, өзің ойланған кезде, ішіңнен сенің, шын мәнінде сенің өзіңнің қалауларың шыға бастайды. Истинное желание. Шын мәнінде сен өз-өзіңе өтірік айта алмайсың ғой, өз-өзіңді алдай алмайсың ғой. Жалғыз қалдың, телефонсыз, тыныш бөлмеде, өзің қарап отырсың, немесе вот так вот уйти, немесе жаңағында өзіңмен свидание жасау деп айтып жатырмыз ғой. Техника 3, свидание с собой деп. Иә, өзіңе уақыт бөлу ғой. Ойлану ойларына. Бұл әрдайым өте үлкен пайда береді әр әйелге. Өзіңе сұрақ қою, ойлану, соларға жауап беру. Сонда сен керек емес дүниелерді алып тастайсың ысырып. Мынау жаңағы мысалы сенің құндылығың емес, саған бұл керек емес дүние, оны алып тастайсың, өзіңе тек қана нақты керекті дүниелеріңді қаласың, фокусың соған қарай болады, және де өзіңді бақыттырақ сезінесің. Өзіңді өйткені таныдың, не керек екенін түсіндің. Былай айтқанда енді свидание с собой жасау, иә. Мен өзімді жақсы көремін, отельге кетіп қалу, бір-екі күн болса да, отель болмаса да енді осылай кафеге шығып кету, өзіңмен өзің жәнегі 3-4 сағат отыру, кофе алдың, шай алдың. Сол техникаларды мен сұрақ ретінде арнайы гайд жасадым. Сол сұрақтарға әр әйел, қалаған әйел өзімен өзі свидание жасай алады, отырып сол сұрақтарға жауап бере алады, өзін сезініп, өзін тани алады. Негізі сол свидание с собой жасап, это уже бірінші үлкен қадам болып тұр ғой негізі. Сен өзіңді танисың, өзіңмен заново танысасың деген сияқты. Бізде свидание деген елестеткенде, енді біз ер адаммен кездесек та, біз бірімізді танып бастаймыз ғой, сұрақтар қоямыз деген сияқты, оған көңіл бөлеміз. Сол сияқты, получается, өзімізге көңіл бөліп, сұрақтарға жауап беріп, өзіңмен танысып, ішкі дүниеге кіреміз ғой. Сосын сен айттың ғой, және мини-курсың бар, мне кажется, осы практикадан кейін, свидание с собой, техника зеркала жасадым, және осы техника журналды. Журнал техникасы. Соны жасадым. Сосын бұл гайдты алып, өзіңмен свидание жасап, сұрақтарға жауап беріп, өзіңді сезініп, ары қарай мини-курсқа кірсе болады. Мини-курста, өзіңде орал мини-курсы. 4500 теңге тұрады.
Ол жерде әйел адам өзімен танысады. Бірінші сабағында жалпы кім екенін, не қалайтынын, сезінеді, не сезінетінін, екінші жаңағы арылады өкперенішінен, өзінің керек емес жүктерден, қорқыныштардан. Үшінші, өзінің идеалды өмір сүргісі келіп жатқан, қалап жатқан өміріне қадам жасайды. Сол өмірді қазірден бастап өмір сүруді үйренеді. Армандаған суретіне қадам басады. Сонда получается мини-курс, 3 сабақ. 3 сабақтың ішінде біріншісінде мен кіммін, өзіңмен танысу, более глубокий. Ол жерде енді кәдімгідей сабақ қанша уақыттан? 30 минут. 30 минуттен 3 сабақ. Екінші сабақ ішкі енді обиданың бәрін шығару техникалар ғой, тағы да? Реніштен, қорқыныштардан арылу өзімен. Үшіншісі жәнегі как увидеть свою новую версию себя деген ғой енді. Ол жерде де техникалар ғой. Ол жерде сол состоянияны сезініп өмір сүру. Сол халге. Қалай алу керек оны? Оны алу үшін директке өзіңе орал сөзін жазыңыздар. Мен сіздерге толық ақпарат жіберемін. Өзіңе орал сөзін директке жазасыздар. Бүкіл ақпарат сіздерге жібереді. 4500 теңге. Енді қазір мен бір отырып шай ішкенім, сондай-ақ, грубо говоря, ақша. Өздеріңізге қадам басыңыздар, өздеріңізге оралыңыздар. Бұл енді, мне кажется, самый доступный, енді былай айтқанда да, продукт. Бұл сабақтар арқылы сіз өзіңізді табасыз, қайта өзіңізге сезінесіз, өзіңізге ораласыз, қысқаша айтқанда. Мини-курста кездескенше келіңіздер, директке өзіңе орал сөзін жазуды ұмытпаңыздар.